біздердің партнеріміз бар. Есіңіз? Гүлназ. Мықты результат осы Global Trend компаниясының өнімдерімен бальзамдарды ішіп, мықты результат алған именно гайморит жайлы өздері айтып береді. Қалай ішкен, қалай вообще результат алған. Рахмет, Бақтияр мырза. Мен бұл Global Trend компаниясына былтыр 2023 жылдың 5 июлінде осы Ақтауға келгенмін. Ұлан мырза деген құдам болады, сол кісі күтіп алып, осы Global Trendтің осы нано бальзамның қасиеттерін, ерекшеліктерін, қандай нелері бар, барлық жетістіктерін, барлық результаттарын бәрін айтқан. Гайморитке барлық 189 шөптен жасалған барлық ауруларға, 700 ауруларға ем деп айтқан. Содан кешке дейін соның нәтижесімен бөлісіп, көріп, тек бірден денсаулыққа алам деп, бірден менеджер статусын жауып, мен бұрын дейтін аптекадағы дәрілерді қабылдайтынмын. Жаңағы аллергиям бар, бұрынғы кезде аллергиям болды. Ол аллергиям кезінде врачтар айтқан, сен мұрныңа көп тамыза берме, тамыза берсең ертең ол гайморитке ұласып кетеді деп. Мен неше жыл гайморит болдым, неше жыл аллергия болдым. Бірақ 20 жыл анық болдым, 20 жылдан асып барып болып тұрмын. Енді соның дейтін сол 5 июль күні тыңдап бәрін бісміллә деп, соны Алла ем болсын деп 6 июльден бастап ішкенмін. Осы екі бальзамды таңертең аш қарында жарты қасықтан екеуінің арасына 5 минут салып, бір стақаннан ауыз күймейтіндей суға езіп ішкенмін. Соны ішкенім соншалықты мен мына осы бальзамдарды қабылдаған күннен бастап өзімнің бұрынғы ішкен дәрілерімді ұмытып кеткенмін ғой. Осы Ақтау қаласына келе жатқан кезімде мен мысалға енді мана аптекадан синопред алып ішіп жүрдім. Бұрын 3 жыл болды қабылдағаныма. Сол синопредті бір таусылып қалатындай бір 50 таблеткасын алып келдім ғой. Ол синопредті деген мен бір күнде біреуін ішпесем де міндетті түрде басым ауыратын еді. Сол мына бальзамның қасиетінің, емдігінің соншалықты мен деген 6 июльден бастап іштім ғой. Содан бастап дәріні ұмытып кетіппін мен кәдімгідей. Содан бері кәдімгі үзбей ішіп келе жатырмын. Үзбей 3 ай іштім. Арасында демалып, осы күні қазір Smart Lux қолыма не түсіп бәрін іше беремін. Енді менің айтайын дегенім, осы гайморитке мана бальзамдарды ішкен күннен бастап мұрнымнан неше жылдан бері жиналып қалған жасыл ірің, жаңағы таксиде отырғанда, автобуста отырғанда мынадай орамал алып жүретін, орамал алып жүрмесем болмайды. Келіп қалады момент тек. Сондай жағдайға дейін жүрдім. Ал енді мен сол былтырдан бастап ішкен мына өнімдердің арқасында менен аллергия да кетті, гайморит те кетті, менің остеохондрозым да болды, 2 жауырым қарысып ауырып, тұз жиналып қалады еді. Мен тіпті жұмыс жасамай, мен жұмыстан шығам деп жүрген адаммын. Денсаулығың болмағасын жұмысты қалай жасайсың? Мысалы, мен мектепте мұғаліммін. Күнде жұмыстан шығатын болып кетіп бара жатам. Енді былтырдан бері осы бальзамды пайдаланып ішкеннен нәтижесін көргеннен кейін мен жұмыстан шығам деп айтып жатқан жоқпын. Енді осының нәтижелерін бәрін көріп, результаттарымен жан-жақпен бөлісемін. Қазіргі таңда уже бронза жабатын, осы 2-3 күнде бронза жабатын деген ойым бар. Бұйырса бронза статусына шығып, әрі қарай күміс директорды жапсам, Алла бұйырса Дубайға, шетелге шығамын деген үміттемін. Рахмет саған, Global Trend. Амин. Сіз серебро емес, глобал болатын. Амин. Айтқаныңыз. Алла Тағала соған жеткізсін бәріміз. Күшті бәріміз аман болайық. Мықты результат алып, сіз бизнес жағынан да күшті Global Trend компания келіңіздер. Осында действительно мүмкіндік бар, ақша табуға болады, денсаулықта жағынан да мықты результаттарды аласыңдар. Мен денсаулыққа бола келіп отырып, қазіргі таңда өзім бронза жабуға уже дейтін, қалай бронза жапқанды білмей қалып отырмын. Мен осы таң қалып отырмын. Бронза жапқаннан кейін әрі қарай статустар уже зулайды екен. Жауа береді. Келіңіздер, сеніңіздер, емдеріңізге шипа болсын. Амин.